Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай матадан жаңа үлгідегі салфетка тігетін боламыз. Столдың да әдемі сәнін кіргізеді. Алдымен маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен осы салфетканы тігу үшін дак матасын алдым. Яғни матамның өлшемі 45-45, яғни барлық қабырғалары 45 сантиметр. Енді мен алдын ала дайындап қойдым. Бірінші 4 қабырғасында айналдыра 1 сантиметр тастап сызып шығамыз. Онан кейін 1 сантиметрден кейін тағы да 2 сантиметр өлшеп айналдыра сызып шығамыз. Яғни бір қарағанда жай ғана 4 бұрышты мата сияқты, бірақ өзінің тігілу әдісі мүлде басқа. Сондықтан да менің сабағымды соңына дейін көріп, осы салфетканың тігу әдісін үйреніп алыңыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңызда мен 4 бұрышында айналып шықтым. Осындай пайда болды әр бұрышында. Бірінші 1 сантиметр, одан кейін 2 сантиметр. Енді әр бірінші 1 сантиметрді осылай үтіктеп алып айналдырып шығам. 1 сантиметрін қайырып отырып. Одан кейін 2 сантиметрді, одан кейін тұрған 2 сантиметрді қайырып үтіктейтін болам. Оның да өзіндік әдісі бар. Бұны үтіктеген кезде өтегіңіздің парын міндетті түрде қосып қойыңыз. Сол кезде жаңағы қыры өте жақсы болып түседі. Толық айналдыра осы 1 сантиметрді өтектеп шығамын. Енді мінекей одан кейін тұрған 2 сантиметрді өтектеген кезде жаңағы алдында өтектеп кеткен 1 сантиметріміз бар ғой, соның үстін басып кетпеңіздер. Өйткені ол жайылып кетеді да, жазылып қыртысы, яғни қыры. Сосын кейін белгісіз болып қалады. Сондықтан да оны өтектемейсіздер. Кезек-кезек, жеке-жеке ана үстіңгі өтектегенге тигізіп алмай өтектеп шығамыз. Осылай әдеміреп, асықпай, қырын сала отырып өтектеп шығамыз. Енді керісінше жаңағы сызған жағымызды алып қараймыз. Міне, мына бұрыш пайда болды ғой, сіздер көріп тұрған мінекей. Осы бұрышты көлденеңнен сызып өтеміз, мінекей. Мына бұрышты линейканы қойып, тура осылай сызып кетеміз. 4 бұрышында бірдей қылып сызып кетеміз. Осылай 4 бұрышын міндетті түрде осылай сызып аламыз. Енді осы сызған жерімізді осылай біріктіре отырып, тура жаңағы сызықтың үстінен тігіп өтеміз. Бірақ жаңағы алдың шетіндегі 1 сантиметрге жеткізбей тігеміз. Ол жерді тастап кетеміз. Яғни сол жерге тоқтатамыз. Міне, тура осылай. Осы жерге дейін ғана 1 сантиметрге шетіне жақындаққанда тоқтатамыз, кері жүреміз. Міне, осылай 4 бұрышында тігіп шығамыз. Жеткізбейміз. Оны неге жеткізбейміз? Қазір оны да көрсететін боламын. Мінекей 4 бұрышын осылай тігіп алдық. Міне жетпеген жері көріп тұрсыздар. Енді осыны тігіске 1 сантиметр жеткізбей қиып аламыз. Қиып аламыз да ұшында алып тастаймыз. Себебі ұшы бізге қайырған кезде ішінде жаман болып
томпайып көрініп тұрады, сондықтан да оны алып тастағанымыз дұрыс. Осылай алып тастаймыз. Енді тіккен жерімізді екі жағына жалпайтып қайырамыз да ішін сыртына айналдырамыз. Мінекей көрдіңіздер ме? Сонда осындай бұрыштар пайда болады. Салфеткамыздың 4 бұрышы пайда болды. Мінекей қайырамыз, сосын ішін сыртына аударамыз. Егер бұрышы шықпай жатса, қайшының ұшына қайшының көмегімен шығарып алуға болады. Мінекей неге жана жеткізбей қайырдық, тіктік. Мінекей осылай ішіне қайырамыз, қайыра тігеміз. Енді тігу барысында қайырған бойымен бойлап қана ұшқып тігіп өтеміз. Яғни лапка боймен емес, жаңағы қайырылған жердің ұшымен айналдыра тігіп өтеміз. Жаңа көрдіңіздер ме? Мінекей әдейі біздің тастап 1 сантиметр тікпей кеткен жеріміз, ол ішіне қайыру үшін тастап кеттік. Мінекей осылай айналдыра 1 сантиметрді ішіне жібере отырып тігіп шығамыз. 45-те 45-тен төмен өлшемді алмаңыздар. Өйткені ол басқа өлшемдер тіге келе кішкентай болып қалады. Сонымен қатар кішкене дак матасы бір жуғаннан кейін өзінің көлемі де кішірейеді. Сондықтан да сол 45-те 45 өлшеммен тіккен дұрысырақ. Мінекей осылай ішіне қайырып 4 бұрышын тігіп шығамыз да, одан кейін әдемілеп өтектеп алып сәндейміз. Яғни белдемше саламыз. Белдемшенің дайын үлгідегі түрлі нелері сатылады, белдемшелері. Бірақ мен оны өзім қолдан жасадым. Қазір көрсететін болам. Мінекей көрдіңіздер ме? Ұштары өте әдемі болып шықты. Енді осыны өтектейміз. Өтектедік. Енді әркімнің өзінің фантазиясына қарай сәндейді. Мен тура осылай істеймді. Мына жағын былай салам, екінші ұшын әкеп былай саламды. Мына жерін жаңағы өзімнің белдемшем сала салам. Моншақтасына жасалған. Осымен аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.